Уоррен Баффеттің айтуы бойынша, көп оқысан, көп табыс табасың. Бұл ащы шындық. Жетістікке жеткен адамға қарашы. Мысалы, Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск және тағы да басқа жетістікке жеткен адамдар уақытты тиімді қолданады. Онымен қоса, білім алуды ешқашан тоқтатпайды. Олар күн сайын жаңа зат үйренуге жалықпайды. Әлемдегі ең бай адам Уоррен Баффет күніне 5 сағаттан көп кітап оқуға жұмсайды. Ал Билл Гейтс аптасына 1 кітап оқиды. Екеуіндегі ортақ нәрсені байқадың ба? Жетістікке жеткен адамдар білім алуды тоқтатпайды. Келесі сөзге мән беріп қарашы. Таңертең оянғанда саған 86.400 ақш долларын берсе, оны қалай қолданар едің? Бірақ бір шарт, егер бір күн ішінде қолданбасаң, ақшаң жойылады. Сол себепті сен ақшаны қалай қолданар едің? Ең өкініштісі, бізде күнінен 86.400 секунд қана бар. Көп адамдар осы уақытты жойылып кетуіне мүмкіндік береді. Уақытты ешқашан қайтара алмаймыз. Уақытты дұрыс пайдаланып, өзімізге ұнайтын заттармен айналысамыз. Қажет уақытты мән мағынасыз кетіргенде, оны бір зат үйренуге жұмса. Сен ойын ойна. Клубтарда өткізген уақытыңды ешқашан қайтара алмайсың. Пайдаланылған уақыт мәңгілікке кетеді. Өзіңнің уақытыңды ақылмен пайдалан. Кітап оқы, мүмкіндігінше білім ал. Үйрен. Бір кездері Билл Гейтстан, әлемдегі ең бай адамнан қандай супер силаға ие болғысы келетіндігі туралы сұрақ қойылды. Әлемдегі ең бай адам кітапты тезірек оқу мүмкіндігін қалайтынын айтты. Сәттілік бұл ақша, атақ, даңқ емес, немесе үлкен үй емес. Бұл өзінің ең жақсы тұлға болу.